Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, мен адвокат Айман Умарова Мұратқызы. Осы видео өтінішімді жазуға мәжбүр болып отырмын. Себебі бізге адвокаттарға келген халықтың мұңы шектен шығып бара жатыр. Халық наразылық білдіріп тұр. Осы сот системасына наразылық біліп тұр. Полицияның жұмысына, прокурорлардың жұмысына, әсіресе жаңағы жоғарғы соттағы қылмыстық іс жөніндегі алқасының төрағасы Абай Рахметуллинмен және сол сотта, сол жаңа сот алқасында істеп жүрген судьяларының. Қаншама адвокаттар, қаншама адамдар осы сот алқасына шағым жазады. Сол шағымдарды жөндеп қарамайды. Қаншама заң бұзушылық болып жатыр. Соның бәрінде жөнді қарамайды. Тек қана бір сөз жазады, негізді жоқ қарауға, кассацияға деп сонымен бітіріп жатыр. Біз кейбірде білеміз, түсінеміз, оқымағандығы да көрініп тұр. Біздің жазған шағымдарымызда. Қаншама жетімдер, жесірлер жылап отыр. Біз сонда не істеу керекпіз? Сонда біздің жазған барлық адвокаттардың бәрі ақымақ емес қой. Сіз өзіңіз білесіз. Адвокаттар болғанымен бізде бәрімізді оқығанбыз. Бізде заңдың дұрыс пайдаланғанын, дұрыс пайдаланған емесін білеміз. Қазір біздің кейбір судьялар бізді мазақ істеп отыр. Мысалы, сол Рахметуллин және сол сот алқасында істейтін судьялар. Себебі біздің өтінішімізді жаза беріңдер, өтініштеріңізді, біздің жазатынымыз сол жаңа бірақ сөз деп отыр. Сіз жоғарғы сотқа Асанов мырзаны тағайындадыңыз. Ол Асанов мырза адамдар ел оған сенім артты. Мүмкін өзгеріс бола ма деп. Ол бір нәрсе жасап жатыр. Бірақ ол қалай ол өзінің мақсатына жетеді? Менің ойымша ол жете алмайды ол мақсатына. Себебі Асановты сіз сайлаған кезде, сіз жаңағы оның астында отырған, сол Рахметуллин, тағы басқалар қаншама жыл отырған түк істемегендерді қалай жұмыс жеткізесіз? Ол өте қиын. Себебі олардың орнына басқа адамдар келу керек. Басқа адамдар болса, мүмкін өзгеріс болар ма екен? Мүмкін болар ма деп бәріміз сенеміз. Біздің бәріміз де осы соттың системасын өзгергенді қалап отырмыз. Біз сенім артып отырмыз. Бізге өте қиын, себебі біз өзіміздің мүддеміз емес, біз елдің мүддесін қорғап отырмыз. Елдің көз жасының бәрін біз көріп отырмыз. Қаншама адам маған Қазақстаннан келеді, түкпір-түкпірден келеді, мен кассацияға осы кассационный шағым жазыңыз дейді. Мен қалай оның гонорарын алып, қалай жазам? Мен жазсам да, жазбасам да, Рахметуллин және оның жаңағы мүшелері сол алқаның жазатыны бірақ сөз. Негізі жоқ дейді. Мысалы, Баймұрзаев деген бар. Военный полицияда істеген офицер, ол отпускада болған кезде бір солдат суицидтен өледі. Соны Баймұрзаевты соттап отыр. Мысалы, Абдрахман деген бар. Абдрахман, Рамазанов деген, Леспек деген. Сонда үшеуін соттап жібереді. Ана кішкентай бала, анасы екеуі жүгіріп жүр. Олар емес, олар кінәлі емес десе де соттап жібереді. Себебі тергеуші фальсификация жасағанда оларды қамап қойған. Ал қамап қойғаннан кейін оны шығарғанға өзіңіз білесіз, шығарғысы келмейді. Ондай істер бізде өте көп. Сол үшін айтармыз, біз адвокатпыз, біз клоун емеспіз. Біздің де мүддеміз бар. Біз де біреудің ісін қорғап отырмыз. Бізде елде тыныштық болсын деп ойлаймыз. Неге бізді ешкім тыңдамайды? Бізді адам орнына көрмейді ешкім. Сонда біз қалай жұмыс істеу керекпіз? Соған сізге сенім артып, осы жағдай өзгерте ме деп осыны видео жазғанымның себебі сол. Рахмет.